Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Видеоны соңына дейін көрулеріңізді сұраймын. Бүгінгі видеомызда біз сосиски тестеп пісіретін боламыз. Және де ең бастысы біз уақытымызды үнемдейтін боламыз. Ал енді бізге керегі бірінші қамырымызды аламыз да дәл видеодағындай жайып аламыз. Бізге қалыңдығы қамырымыздың 5 мм болғаны жақсы. Ал кескеніміз біздің 1-1,5 см. Менде шамамен 1-1,5 см қылып кесіп жатырмыз. Дәл видеодағындай шетінен бастап кесу маңызды. Шетінен бастап алдымен кесіп аламыз. Қамырымызды толығымен кесіп болғаннан кейін сосискаларымызды алып бір-бірден осылай барлығын орап шығатын боламыз. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай барлық сосискаларымызды жасап болдым. Осыншама сосискеді жасауға маған 10 минутта уақыт кетті. Көріп тұрғандарыңыздай мен сосискаларымды екі түрлі қылып жасадым. Майға да қуырдым және де духовкада пісіріп алдым. Ең бастысы ортасы піскен, дәмді, жұмсақ және де уақытымды үнемдедім. Егер де сіздерге ұнап жатса, лайк басып, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет.